Сәлеметсіздер ме студенттер және тыңдармандар, дәрісімізді ары қарата жалғастырамыз. Сіздермен алдыңғы видеоматериалда жалпы дәрістің тақырыбы, дәрістің жоспары, өлшеудің не екендігін және оның қандай түрлері болатындығын, сондай-ақ қателіктің не екендігін және қателікке әсер ететін қандай факторлар бар екендігіне тоқталдық. Енді ары қарата сіздермен қателіктер әсер ету сипаты мен қасиетіне байланысты өрескел, жүйелі және кездейсоқ болып бөлінетіндігіне тоқталамыз. Яғни өрескел қателіктер олар әдетте жұмыс барысында оңай анықталады және жылдам жойылады. Мысалын келтіретін болсақ, сіздер шамамен ішкі бұрыш өлшеу барысында ішкі бұрыштың шамамен 90 градусқа тең екендігін көрдіңіздер. Ал есеп алу нәтижесінде бұрыштарыңыз 270 градусқа тең болды делік. Бұл жерде сіздер өздеріңіздің қателіктеріңізді, өрескел қателіктеріңізді сразу жылдам анықтайсыздар, яғни ішкі бұрыштың орнына сыртқы бұрышты өлшегендігіңізді. Ал жүйелі қателіктер олар қатаң анықталған заң бойынша өлшеудің әрбір нәтижесіне кіреді. Олар өлшеу аспаптары конструкциясының әсерінен, олардың тозуымен және тағы да басқа жағдайларға байланысты немесе өлшеу шарттары мен олардың өзгеру заңдылықтары есепке алынбауынан пайда болады. Жүйелі қателіктер тұрақты және айнымалы болып бөлінеді. Мұндай қателіктерді алдын ала анықтайды және тиісті түзетулерді енгізу жолымен қажетті минимумға жеткізуге болады. Ал кездейсоқ қателіктер, егер өрескел қателіктерге жол берілмесе, жүйелі қателіктер жойылса, қалған өлшеудің сапасына әсер ететін қателік ол кездейсоқ қателік болып табылады. Өлшеу процесінде кездейсоқ қателіктер болмай қоймайды және оларды жою мүмкін емес. Осы тұста қателіктер теориясының не екендігіне тоқталсақ, оның негізгі 3 принципі ол бірінші кездейсоқ қателіктердің пайда болуы және жиналу заңдылықтарын зерттеумен айналысады. Олардың өлшеулер нәтижесіне тигізетін әсерін минимумға жеткізумен айналысады. Сондай-ақ әрбір өлшеу процесінің қиылыспаушылық мүмкін шегін анықтаумен айналысады. Яғни біз кез келген айттық, өлшеу нәтижесінде бізде қателіктер болады және сол қателіктердің өзінің шектік мәні болады. Осы қателіктер теориясы осы шектік мәнді анықтаумен айналысады. Ары қарата абсолюттік қателіктер болады. Бұл яғни кейбір шаманымыз мысалға өлшеу нәтижесінде оның шынайы мән арасында қандай да бір айырмашылық бар екенін көреміз. Ол бізде шынайы абсолюттік қателік болып табылады. Мысалы айталық, бізде жазық үшбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең болу керек. Ал сіз өлшеу нәтижесінде оның 0,2 минутқа қате жібергендігіңізді көріп тұрсыз. Қосынды сізде 180 градус 2 минутты құрады. Яғни бұл жердегі 2 минут сіздердегі қателік, абсолюттік қателік, бұрыштық қиылыспаушылық деп аталынады. Абсолюттік қателік орындалған жұмыстар дәлдігінің толық көрсеткіші болып табылмайды. Бұл тұста сіздермен мынандай мысалды қарастырсақ. Мысал ретінде 1000 метр сызықты сіздер қателігі 0,5 метрді құрайтын лентамен өлшедіңіздер, дейік, рулеткамен. Бұл жердегі абсолюттік қателік 0,5 метрді құрайды. Салыстырмалы қателігіміз 0,05% құрайды. Ал екінші жағдайда 200 метр кесіндіні біз 0,2 метр қателігі бар лентамен өлшедік. Бұл жердегі 0,2 метр бізде абсолюттік шаманы құрайды. Ал салыстырмалы қателік бізде 0,1%-ды құрайды. Сонда абсолюттік қателік бізде бірінші жағдайда жоғары, екінші жағдайда азырақ.
Ал салыстырмалы қателік керісінше екінші жағдайда азырақ, бірінші жағдайда жоғарырақ. Бұдан түйетін қорытынды абсолюттік қате үлкен болғанымен, бірінші жағдайдағы өлшеу 2 есе жоғары дәлдікпен орындалды. Осы тұста бізде салыстырмалы қателік деген ұғым енгізілді. Салыстырмалы қателік ол дегеніміз өлшенген қателіктің өлшенетін шамаға қатынасын білдіреді. Ол әр уақытта бөлшек сан ретінде көрсетіледі. Ары қарата осымен біз видео материалымызды аяқтайық. Ары қарата сіздермен тең дәлдікті өлшеулер нәтижесін математикалық өңдеу кезіндегі қателіктер теориясына тоқталатын боламыз. Видео материалымызды аяқтайық және келесі видео материалда кездескенше.